Баршаңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін біз бауыр тортын жасайтын боламыз. Алдыңғы видеода құймақтарын жасап дайындап қойған болатынбыз. Бұл соның жалғасы. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, өте керемет бауыр торты. Осы бауыр тортын жасасаңыздар, ешқашан бауыр тортын жасаудан қашпайтын боласыздар. Бізге сәбіз керек, осындай аскөк, яғни укроп керек. Алдында жасап қойған бауырымыздың құймақтары қажет болады, және сарымсақ, яғни 2 тіс чеснок қажет болады, 1 қызанақ. Ең алдымен біз сарымсағымызды блендерден өткізіп аламыз. Сәбізді де бірге өткізсеңіздер болады. Мен кішкене майонезімізге сарымсақтың дәмі кішкене сіңу үшін алдын ала осылай араластырып қойдым. Бірақ сіздер сәбізді де сарымсақты, яғни чеснокты да бірге блендерден майдалап қойсаңыздар болады. Содан кейін оны бір ыдысқа салып, майонезімізді салып араластырып қоямыз. Енді сәндеу үшін бізге қызанақ қажет болады және укроп, яғни аскөк қажет болады. Міне жасап алдық бір ыдысымызға. Майонезін көбірек қылсаңыздар болады, бірақ диетический жасайым десеңіз диеталық. Оған кішкене 50% қаймақ, 50% майонез жасасаңыздар да болады. Табамызға алып, астына кішкене жағып қоямыз жаңағы начинкамызды, салмамыздан. Одан кейін кезек-кезек осылай құймағымызды қоямыз, үстіне жаңағы жасаған салмамызды осылай жағамыз. Біркелкі 1,5 ас қасықтан салып отырсаңыз болады. Міне кезек-кезек қойып, осыны бауыр тортын жинаймыз. Менде бұл жерде 2 бауыр торт шығады. Мінекей, осылай кезектеп отырып жасаймыз. Одан кейін үстіне аскөгімізді, яғни укропымызды сеуіп, қызанақпен әдемілеп сәндеп қоямыз. Бұны кесіп дастарханға қоясыздар. Жаңа құймақты 1 күн бұрын дайындап пісіріп, пакетімізге, таза пакетімізге салып, ауа кіріп кетпейтіндей холодильнигімізге салып қойсаңыздар болады. Одан кейін ертесі осылай жинасаңыздар өте керемет болады. Негізі бұл жарты күн сіңіп тұру керек дастарханға қояр алдында. Астарыңыз дәмді болсын. Осы бауыр тортын жасап, қонақтарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Нағыз бауыр торты осындай болады. Күйіп кетпейді, қалың болып кетпейді, піспей қалды деп ойламайсыздар, жабысып қалды деп те. Көбісі солай шошып пісірмейді бауыр тортын. Ең керемет рецепт осы. Кәсіп көзіне де айналдырсаңыздар да болады. Өте жақсы ниша қазіргі таңда. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ниеттеріңіз, дұғаларыңызды Алла қабыл етсін. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Майра. Келесі видеода кездескенше.